Бұрын аталарымыз айтатын, сен бір жақсылық жасасаң бір бұтақ бітеді, ал бір жамандық жасасаң 10 бұтақ сынады дейді. 10 жақсылығың бір жамандыққа пара-пар. О дүниеде бәйтерек бар, сол ағашпен пешке өрмелеп шығасың деп жатады. Қазіргі жүріп жатқан арабизация, ваххабизацияның салдарлары ма, қазақты қыз баласын тұмшалаған балағы шолақ өзге ұлттың болмысын қалыптастырып жатқан сияқтымыз. Қазақтың дәстүрлі түсінігінен айырылып бара жатырмыз. Кейде қыздарға оңбаған шалбар киіп жүр деп тиісеміз. Ал кезінде ақ қыздар, ұлпандар атқа қалай мінді? Біздің болмысымыз, дәстүріміз атпен байланысты емес пе? Түркілер жарғақ шалбарды ойлап таппаса, шотландтықтар құсап бүкіл әлем жалаң бұт жүрмес пе? Сондықтан өз цивилизациямыздан өзіміз неге бас тартамыз? Мысалы, қыз баласы шашына шолпы тағады. Шолпы қыз баланың барометрі. Шолпының сыңғырына қарап, тектеп-тектемесін байқаған. Шолпының сыбдыры білінбесе, ұқыпты, әдепті, үй шаруасына епті десе, ал шолпы саңқыр-сұңғыр етіп жүрсе, оған теріс баға берген. Біз шашқа қарап келін таңдаған қазақпыз. Сонда біз неге қыздарымыздың шашын жасырып тастауымыз керек? Ал келін болып түскеннен кейін оларға орамал тақтырады. Біздің басымыздағы шаш ең үлкен шаң сорғыш. Сен бір үйге келін болып түскен соң тамақ істейсің, сол үйдің балаларына тамақ дайындап бересің, үлкендеріне тамақ жасап бересің, дәрет суын дайындап бересің. Шаштың іші толған микроб. Сол үшін орамалдың маңызы зор. Тамаққа бір тал шаш түссе, үлкен кісілердің шайтан аралап кетті деп жемейтін сондықтан. Ал адыраспан мен аластау тобылғының майымен емдеу деген бар. Оның бәрі қазіргі түсінікпен адасушылық шир. Ал негізінде Америка дәрігерлері адыраспанның түтініне бірде-бір бактерия төтеп бере алмайды дейді. 13 ғасырда оба ауруы Моңғолиядан басталып Еуропаны түгел қырып тастады. Сонда қазақ даласында ешкім ауырмаған. Біздің қасиетіміз сол, қыстаққа жайлауға барғанда міндетті түрде бесігімізді, үйімізді адыраспанмен аластайтынбыз. Соның арқасында қазақ оба деген аурудан аман қалды. Қазіргі таңда қазақ дұшпандары осының бәрінен бас тартқызғысы келеді. Баяғы заманда қазақ күлді баспа, кірдің суы төгілген жерді баспа, шайтанға қат деп жатыр. Неге? Мысалы, бұрын күйеуі 5 баласы бар дейікші, әйелі 10 адамның киімін бірлегенге жуады. Оның біреуі атқа мінді, жер қазды, далада қандай микроб бар, бәрін жинап алып келді. Ол суды алады да бір жерге шаша салады. Жаңағы микробтар бір жерге жиналады. Сен жаңағы жерді бассаң, кірдегі микроб саған жұғып алады. Демек сен ауырасың. Міне, осы үшін осындай тиымдарды еске салып отырған. Бұдан қазақтың салт дәстүрінің, біздің болмысымыздың ерекше екендігін аңғаруға болады. Қазақтың қасиеті адамзат өркениетінің алдында жүріп отырғандығы. Табиғатпен етене халық болғандықтан қажет нәрсенің бәрін алып келе жатырмыз. Бізде осындай асыл қасиеттер іріктелген. Қазақтың басқалардан озықтығы сонда. Өз дәстүрімізден өзіміз жерінбейік. Ақпарат ұнаса лайк басыңыз.